Байқап отырсақ, оказывается, біздің таңбаларымыздағы әр рудың таңбасы бірдеңені білдіреді, бар ғой, үлкен нәрсе. Ана Леонардо да Винчидің картиналарын әлі күнге дейін зерттеп жатыр ғой. Біздің де таңбаларымызда бар негізі. Біз бірақ руларымыз тек ресторанның аты, дүкеннің атына пайдаланамыз да. Негізі ана таңбаларымызда көп нәрсе бар. Біздің руымыздың таңбаларынан көптеген әлемдік брендтар, көптеген шығарып жатырған жаңағы технологиялар біздің руымыздың таңбаларынан ұрлап алған секілді. Мысалы қараңыздаршы, әртүрлі рудың таңбасы. Мысалы қараңыздар, мына ру, мынау нені білдіреді, қараңыздаршы. Хэштег. Хэштег жақында шықты. Бұрын болған жоқ хэштег деген сөз. Біздің ата-бабамыз баяғыда 9-шы ғасырда қайдан білді, қай рудың таңбасы, қараңыз, Сіргелі. Үйтпесе Сіргелі 9-шы ғасырда қайдан білді хэштег дегенді. Хэштег Сіргелі демеген шығар өздерін. Немесе келесін қараңыздар, якорь. Бізде корабль болған ғой, значит. Қараңыздар, қай рудың таңбасында болған ғой, Шанышқылы. Но якорьға басқа не болса дейді. Келесін қараңыз мына. Тоқ, бізде электроэнергия болған. Шын айтамын. Қараңыздар, қай рудың таңбасын алған? Ысты. Үйтпесе ысты 8-ші ғасырда енді тоқтың знагын қайдан білді? Өздерінде ұран болмаған шығар. Не играй с ысты, опасно для вашей жизни деп. Пирамида. Біз фараондардың алдында өмір сүріп жатқан халық болдық. Фараондар бізден көріп алған ғой. Қай рудың таңбасы, қараңыздар. Ошақты. Мынаны қараңыздар. Динозавр. Біз даже бар ғой, динозавр баққанбыз ғой. Динозавр баққанбыз. Қай рудың таңбасында тұр? Уақта тұр. Үйтпесе уақ ру. Динозавр немене? Жираф дейсіздер ме? Келесін көрейік. Қараңыз, шексіздік. Бесконечность деген білдіреді. Бүкіл әлемде бренд, браслет, цепочка, тағы басқа. Бұл қай рудың таңбасы? Арғын. Келесі. Дүрбі. Білесіз, дүрбі деген жұлдыздарды қарайды. Бұл қай рудан алып алған, қараңыздар? Алтын деген руды. Самолет. Бізде самолет. Самолет 1912 жыл шықты. Бізде білесіздер ме, 10-шы ғасырда Байбақты руында. Самолеті мен немелі деймін да, вообще таңғалам бар ғой, не деген мықты болған деймін да. Келесін қараңыздар. Мынау қараңыздар ше. Мынау деген американцы айтты ғой, мужчина, женщина дегенде, мы придумали. Какой там вообще 7-ші ғасырда? Алаша. Келесі. Мынау енді білесіздер, жолда тұратын белгі ғой, только вперед деген. Білесіздер, қай рудың екен, я? Встречный жоқ, налево направо жоқ. Бір рудың өзі де сондай, мысалы. Адай. Келесі. Плазменный телевизор. Японцы айтты, плазменный телевизор мы придумали. С приставкой. Какой там бізде вообще? Сары үйсінде болған вообще 4-ші ғасырда. Келесі. iPhone, Apple компаниясы. Ана сыртындағы беспроводной чехол, 0, астында сызығы бар. Мы придумали, беспроводной. Ол вообще баяғыда 11-ші ғасырда вообще. Албан руындікі. Мынау не деп ойлайсыздар? Мынау сим-карта алатын телефон, сим-карта алатын. Даже осыған дейін бізден алып алған ғой. Қай рудікі? Найман. Двухсимочный деген білесіз. Двухсимочный. Даже оған дейін бізден алып алған ғой. Суан. Бәрін бізден алған бар ғой, мысалы. Месілге дейін даже бар ғой. Әріптердің өзін бізге айтады, біреулер айтты, сауатын аштық дейді, көрші елдер айтады. Сауатын аштық қазақтардың әліпбері какой-то бүкіл әріптердің барлығы біздің руларымызда болған уже таңбалар. Шеркеш, у, ысық, тана, п, қоңырат, з, жаппас, т, жағалбайлы, о, табын, о, дулат. Мына екі о жайдан жай кездесіп тұрған жоқ. Кезінде қазақ даласында 3 ру бірігіп то ашқан. То ипы дегенде бізден шыққан ғой, значит бар ғой. Негізі мықты болып тұрып қой. Кеттік дальше. Керей плюс, кете плюс, 4 қара плюс, главный бізде минус болмаған вообще. Бәрі плюс болған. Вообще негізі бар ғой, қазір руларды айта берсек көп қой, шүкір. Таңба да көп айта берсек таң атады. Біздің таңбаларымыздан бір көп нәрселерді алып алған бір. Бүкіл әлем. Біз негізі мықты қалыппыз. Біз да балдарымыздан ұру сұраймыз. Бірақ мен жақында эксперимент жасап көрдім, я. 83% бала білген жоқ. Нені? Біз балдарымыздан ұруымыз сұраймыз, ұлтын сұрамайды екенбіз ғой. Үйден барып сұрап көрдіңіз балдарымыздан. Ұлтың кім деш? Балдардың көп айтады, что еді? Ей, ұлтың кім десем? Дейді. Сен кімсің десем? Ерасылмын дейді. Ерасыл кто десем? Мужчина дейді ғой. Көрдің ба? Үйде балдарымызды да үйде өсіп қалған балдарымыз, қыздарымыз. Ұлтың кім? Қазақ. Сосын бар, ұруын үйрету керек секілді. Барлығымыз жиналып, бірігіп, көк байрағымыз желбіреп, әлемдегі қазақ елі деген ел болайықшы. Жасасын.